Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қайнатпалы қамырмен жасайтын профитроль жасаймын. Бұның рецепті өте оңай және менімен жасауға кеңес беремін. Рецептің нақты өлшемдерін описание бөлімінен таба аласыздар. Ең алдымен біз қамырын жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқаларды тоңазытқыштан алдын ала алып қойған жөн. Ыдысқа мен алдын ала суды құйып қойдым. Енді осының ішіне сары майды қосамыз. 4-1 шай қасық тұз қосамыз. Сосын 1 шай қасық қант қосамыз. Енді орташа отқа қойып қыздырамыз. Майымыз толық еру қажет. Қатты отқа қоюдың қажеті жоқ, суымыз азайып қалмас үшін. Майымыз толық еріді. Енді мен кішкене қайнағанын күте тұрамын. Бірінші көпіршіктер шыға бастаған кезде бірден ұнды салып араластырамыз. Отты өшіріп араластырамыз. Бұны араластырған кезде ағаш қасықпен немесе силикон лопаткамен араластырған ыңғайлы болады. Қамырымыз осындай толық бір келкі болып шығу қажет. Енді қамырды үлкендеу ыдысқа салып, кішкене суытамыз. Өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Тез суы үшін жайып қоямыз. Қамырымыз суығанша біз жұмыртқаларды араластырып аламыз. Менде кішкене жұмыртқалар болғандықтан үшеуін алдым. Егер сіздікі ірілеу болса, екеуін алсаңыз да болады. Бір келкі болу үшін жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз суыды. Қолмен тексеріп көрсеңіз болады. Кішкене ысылау болып тұрса, енді жұмыртқамызды қоса берсек болады. Мен жұмыртқаны 3-ке бөліп, кезек-кезек қосамын. Жұмыртқадан қамырымыз бөлік-бөлік бөліне бастайды, бірақ жақсылап араластырсаңыз, ол қалпына келеді. Бірінші бөлігі қалпына келгеннен кейін екіншісін қосамыз. Бұл жерде толық қанша жұмыртқа керек екенін ешкім айта алмайды, өйткені ол ұнның сортына және де жұмыртқаның өлшеміне байланысты. Жұмыртқаны көп салып жіберуге де болмайды, өйткені қайнатпалы қамырды тек қайнатпалы қамыр қосып қана түзетуге болады. Жай ұн сала салып түзетуге ол келмейді. Сондықтан жұмыртқаны көп құйып қоймас үшін кішкене-кішкене етіп құйып араластырып отқан жөн. Қамырдың дайындығын білу үшін лопатканы кішкене көтерген кезде жаймендеп қана түсіп, тіл секілді қалып қойған дұрыс. 3 жұмыртқадан мінекей менде кішкене қалып қойды. Формаға мен 2S деген насатканы қолданамын. Әрине, насатка істесеңіз домалақ болып қабырға есебінде шығады. Ал егер ол болмаса, онда 2 шай қасықпен салсаңыз да болады. Енді пешімізді 180-190 градусқа қыздырып қоя берсеңіз болады. Енді пергамент қағазына қамырды кішкене етіп құйып шығамыз. Бұлар үлкейіп пісетін болғандықтан арасын қатты жақындатпаймыз. Және де пергамент қағазына май жақпай қойсаңыз да болады, өйткені бұл профитрольдер қатты жабыспауы тиіс. Менде осы қамырдан 30 профитроль шықты. Енді профитрольдерді 190 градусқа салып 30-35 минут пісіреміз. Әрине, духовкаға салғаннан кейін духовканың бетін ашуға болмайды, өйткені профитрольдеріміз түсіп кетуі мүмкін. Кем дегенде 20-25 минуттан кейін ғана тексеруге болады. Мінекей профитрольдер дайын болды. Менде ровно 35 минутта пісті. Әзірге бұларды суытып қоямыз, оған дейін кремді жасаймыз. Мен кремге бөлме температурасындағы сары май, сгущенка және де сүзбені қосамын. Сүзбенің орнына творогты қоссаңыз да болады. Ең алдымен сары майымызды миксерлейміз. Жақсылап араласқаннан кейін жаймендеп сгущенканы қосамыз. Сосын сүзбені қосамын, оның орнына творогты қоссаңыз да болады. Сосын жақсылап араластырамыз. Енді осы кремді 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Профитрольдеріміз толық суыды. Енді осының ішіне кремді құю үшін астын тесіп қоямыз. Бұны суши палкаларымен немесе шпажкамен тессеңіз де болады. Мінекей креміміз 1 сағат холодильникте тұрып, қою болып шықты. Енді осыны 2-ге бөліп, профитрольдердің жартысын сливочный крем қылып құямын. Ал екінші жартысына мен шоколадты ерітіп,
креммен араластырып, шоколадны крем қылып жасадым. Бұл өзіңіздің қалауыңызша сливочный немесе шоколадный крем жасасаңыз да болады. Енді осындай насадкамен профитрольдарымызды толтырамыз. Болмаса ортасын кесіп, кремді жағып, қалған жартысымен жауып қойсаңыз да болады. Осы дайындалған крем профитрольдардың толық барлығына жетеді. Өзіңіздің қалауыңызша қант ұнтағымен немесе ерітілген шоколадпен де әсемдесеңіз болады. Бұл пирожнылардың дәмі қандай керемет екенін айтудың да қажет жоқ сияқты. Жіп-жіңішке қанты жоқ қамырмен өте тәтті жұп-жұмсақ креммен екеуі жақсы үйлеседі. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы пирожныларды жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.